Депрессиядан шығу үшін психолог ақшаңызды құртпаңыз. Иә достар, оның орнына әлемге әйгілі болған Аид әл-Қарнидің «Лә тақсан», яғни мұңайма кітабын оқыңыз. Ол кітапты оқу арқылы сіздің руханиятыңыз азықтанады. Сабырлықпен жүрек тыныштығына қол жеткізесіз. Осыған орай бүгін мұңайма кітабын оқуды бастаймыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, депрессияға түсіп жүрген досыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Уа жаратқан Алла! Аспан әлеміндегі және жердегі әрбір тіршілік иесі мұң-мұқтажын бір Алладан сұрайды. Ол күн, яғни сәт сайын іс үстінде. Яғни ол болмысты бір-ақ рет жаратып қоя салған жоқ. Ол болмысты жоқтан жаратып, қайта жоқ қылып, қайтадан жаратып, сәт сайын өзінің ұлылығын, шексіз құдіретін, ілімін, теңдессіз шеберлігін және де басқа да көркем есімдер мен сипаттарын паш етуде. Рахман сүресі 29 аят. Теңізде қатты жел болып, таудай толқындар кемені суға толтырған кезде, кемедегілер «Уа жаратқан Алла» деп айғай бастайды. Керуен бағытын жоғалтса, жалғыз жолаушы шөлде жолынан адасса, «Уа жаратқан Алла» деп жалбарына бастайды. Кесел кесапатқа ұшыраған адамдарды қатты қайғы мен ауыр мұң басса, бәлеге душар болып, басқа іс түссе, «Уа жаратқан Алла» деп содан ғана медет күтеді. Пенденің алдында барлық есіктер жабылып, қолынан еш нәрсе келмей, шарасыздыққа ұшырағанда ол «Уа жаратқан Алла» деп қолын жаяды. Амалы құрып, мұңайып, мүлдем үміті үзіліп, не істерін білмей абыржығанда, кісі тағы да «Уа жаратқан Алла» деп жалбарынады. Кең дүние саған тар болып, жан дүниең жабырқап, амалың құрығанда, «Уа жаратқан Алла» деп әр қашан оған сыйын бауырым. Сені естідім жаратқаным бүкіл жерде, кесел кесапат торы олдап жанға сызат түскенде. Таңды тосып атыңды атап жалбарсам, таң жарқырап күлкі үйрілді жүздерге. Шын жүректен шыққан асыл тілек, жақсы сөздер Аллаға сөзсіз жетеді. Шынайы көз жасымен жуылған ықыласты дұғалар, жан жүректен шыққан мінәжат, оның дәргейінде сөзсіз қабыл болады. Мұқтаж жанның жанары оған қарап жәутеңдеп қолын оған созады. Басына іс түскенде кім болса да одан жәрдем сұрап жалбарынады. Алланың есімін жер бетінде миллиондаған адам тоқтаусыз қайталап тұрады. Оны еске алу жүректі жібітіп, жан дүниені тыныштандырады. Көңіл марқайтар, жан жадыратар тыныштық сезімін алып келеді және күшті сенім тудырады. «Уа жаратқан Алла» дегенде бәрі өз орнына келеді. Жүрек жайбарақат бір қалыпта қаға бастайды. Қорқыныштар ақырындап сейіліп, қара бұлттың арғы жағынан жарық күн көрінеді. Қараңғы түнелдің келесі бетінен жарық шұғыла шашады. Алла құлдарына өте шарапатты, қалағанынша ризық береді. Шура сүресі 19 аят. Алла ең жақсы мағыналарды өзіне қамтыған ең көркем есім. Ол күллі аспан әлемі мен жердің және екеуінің арасындағы барлық нәрсенің Раббысы жалғыз иесі. Ендеше оған құлшылық қыл және құлшылық қылғаныңда сабырлы әрі табанды бол. Оған аттасам тең келетін біреуді білемісің? Мариям сүресі 65 аят. Алла тағала еш нәрсеге мұқтаж емес және мәңгілік. Күш, қуат, ұлылық және кемеңгерлік иесі. Сол күні күллі жаратылысқа бүгін шексіз билік кімнің қолында дегенде, жаратылыс атаулының бәрі бір ауыздан күллі болмысты бір өзі билеп, бір өзі меңгеріп тұрған шексіз билік иесі жалғыз Аллаға тән деп жауап береді. Мумин сүресі 16 аят. Алла тағала мейірімді әрі қорғаушы, қолдаушы әрі құтқарушы, жомарт әрі қамқор. Сендердегі әрбір жақсылық Алладан. Ниса сүресі 79 аят. Алла тағала ұлы және құдіретті билік иесі. Даңқтап сені бітіре алмаймыз жаратқан, қанша айтсақ та жарлымыз сөз жақтан. Ұлылығың, ұлықтығың алдында ақыл ойдың шегі әлсіреп бара жатқан. Уа жаратқан Алла, күйініштің орнына сүйініш, қайғының орнына қуаныш бере көр. Қорқыныш туа қалса есендікке айналдыра көр.
Уа жаратқан Алла, жүректерімізді қайғыдан, күмәннен арылта көр. Біздегі қорқыныштың алаулаған жалыннан иман суымен өшіре көр. Уа Алла, ұйқысы қашқан көздерге тәтті ұйқы бер, жабырқаған жанымызға тыныштық бер, жәрдеміңді кешіктіре көрме. Уа жаратқан Алла, адасқан азапты жолдан айқында айдын жолға шығуға, жан жаққа қарайлап адасудан арылуға мүмкіншілік бер, бізді тура жолыңа сал. Уа Алла, бізді шайтанның азыруларынан сақта, жүрегімізге ақиқат нұрын төге көр. Уа Алла, бізді қайғы мұңнан арылтып, қорқыныштан және қайғырудан құтқара көр. Сенен басқалардан қорқудан, сенен басқалардан үміт етіп сүйенгендерден, сенен басқаларға алақан жаюдан өзің сақта. Сен біздің қорғаушымызсың, сүйенер сүйенішімізсің. Достар, сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.